Қорқыныш бұл әрбір адамға тән шынайы сезім. Қорқыныш барлық адамда болатын сыртқы ортаға деген жауап. Дүниеге келгенде адамда қорқыныш сезімі болмайды, ал есейе келе бұл сезімді жеңбесе, әрекетсіздікке ұшырау қаупі бар. Адамның өзін-өзі тануы қорқынышты жеңуге көмектеседі. Адам өзі жеңе алмаған кезде қорқынышсыз әрекет етеді. Өзіңізді құрметтеуді арттырыңыз. Ең бастысы біздің сенің қолыңнан келеді. Өзінің үздіктердің үздігі екеніңді ұмытпа. Менің атым Қазбек. Әр адамның өзінің қорқынышы болады. Сол сияқты менің де қорқынышым бар. Менің қорқынышым ол екінші Қазбектен қорқу. Яғни әр адам әртүрлі нәрседен қорқады. Бірақ адамның ең мықты қарсыласы ол өзі. Адамды өсіретінде өзі, өшіретінде өзі. Сондықтан менің ойымша әр адам бірінші өзіне өзі дәлелдеу керек. Менің қорқатыным мен өз-өзіме дәлелдей алмаймын ба деген ой келеді. Иә, әрине, бірақ басқаларға дәлелдеу ол қиын емес, бірақ сен өз-өзіңе дәлелдеу ең қиын деген істің бірі болады деп ойлаймын. Сондықтан мен өз-өзіме қорықтым, бірақ қорқынышымды жеңу үстіндемін қазіргі таңда. Менің есімім Амангүл. Мен өмірде жалғыз қалып қалудан қорқамын. Бірақ мен іштей ата-анамның, туған достарымның қолдауына сенемін. Олардың кез келген қолдауы мені үнемі алға қарай жетелейді, және сол үшін оларға үлкен алғыс айтқым келеді. Менің есімім Айдос. Мен мақсатқа жету жолында бір орында тұрып қалудан қорқамын. Өмір бұл үлкен, ағысы қатты өзен, және бұл өзенде әркімнің өз мақсаты бар. Өмір бізден күресуді талап етеді. Сондықтан кез келген қиындықты жеңе білуіміз керек деп ойлаймын. Менің есімім Сымбат. Мен өмірде өзімнің еңбегімнің, жасаған дүниемнің әділетсіз жолмен дұрыс бағаланбай қалуынан қорқамын. Бірақ дегенмен де мен оған көнбей, алдыға қарай өзімнің одан да жоғары дәрежені жасай алатынымды дәлелдеуім керек деп ойлаймын.